Рамазан оразасының парыздығына дәлел бар ма? Рамазан оразасы исламдағы 5 парыздың бірі. Бақара сүресінің 183 аятында Алла тағала: «Уа иман келтіргендер, ораза бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де парыз етілді» деп бұйырады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын өз хадисінде ислам 5 негізге құралған: Алладан басқа құдай жоқ екеніне, Мұхаммед Алланың құлы әрі елшісі екеніне куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, Рамазан оразасын ұстау және шамасы жетсе қажылыққа бару деген. Құдси хадисте Алла тағала оразаның сауабын мен беремін дейді. Оразаның басқа құлшылықтан айырмашылығы неде? Бұл имам Бухари мен Муслим хадистер жинағында келген хадис. Риуаятта Алла тағаланың адам баласының оразадан басқа барлық амалы өзіне, ол ораза мен үшін, оның сауабын мен беремін дегені көрсетіледі. Хафиз ибн Хажар, Алла оны рахмына алсын, аталмыш хадиске сүйене отырып, неліктен ораза ерекше ғибадат екеніне қатысты ғалымдардың бір қатар тұжырымдары жинақтаған. Солардың бірнешеуіне тоқталайық. Бірінші, ораза рия, көзбояушылық араласпайтын құлшылық. Имам Қуртуби: құлшылықтардағы ниетке көзбояушылық кіре алады, ал оразаны Алладан басқа ешкім көрмейді. Сондықтан Алла тағала құдси хадисте пендем мен үшін оразада құмарлығын тыяды деп айтқан. Екінші, оның сауабын мен беремін деген сөздің мағынасы оразаның сауабы мен мөлшері маған ғана аян дегені. Имам Қуртуби құлшылықтардың сауабы жайлы риуаяттар келтіреді. Хадисте адам баласының әрбір амалының сауабы 10-нан 700-ге дейін еселенеді деп айтылған. Демек, әрбір амалдың сауап мөлшері жайлы хабардармыз. Ал оразаның сауабын тек Алла ғана біледі. Үшінші, ораза теңдесі жоқ құлшылық. Мәселен, мешітті Алланың үйі деп атаймыз. Оның мәні мешіттің дініміздегі мәртебесі мен маңыздылығы жоғары екенін аңғартады. Сол сияқты ораза мен үшін деп Алла тағала оразаны айшықтап айтуы аталмыш құлшылықтың терең сырын аңғартады. Рамазанда шайтандар байланады деген хадис бар екен. Онда неліктен ораза айында адамдар жаман ісінен тыйылмайды? Бұл хадис имам Бухари және Муслим еңбектерінде сахаба Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген. Хадистің мәтіні: Рамазан айы келсе, жәннат қақпалары ашылып, тозақ қақпалары жабылады және шайтандар шынжырланады. Рамазан Құран түскен ай. Бұл айды Алла тағала ораза парызымен ерекшелеген. Сонымен бірге Рамазан жақсылық пен қайырымдылық айы. Рамазанның құрметіне аспан, мейірім қақпалары ашылады. Сондай-ақ шайтандар шынжырланады. Бұл адам үшін үлкен ескерту. Азғырушы шайтан кісенделген уақытта адам ораза тұтпағына және құлшылық жасамағанына ешбір сылтау айта алмайды. Демек, шайтан шырмауда тұрса да, адамның нәпсісі азғыруы мүмкін. Олай болса, ораза нәпсімен күресу және оны тәрбиелеу айы. Ораза қай уақыттан қай уақытқа дейін ұсталады? Бақара сүресінің 187 аятында таңның ақ жібін түннің қара жібінен ажыратқанға дейін жеп ішіңдер. Содан кейін күн ұясына батып, ымырт түскенге дейін оразаны толық ұстаңдар делінген. Демек, оразаның уақыты таң намазының уақыты кіргеннен бастап күн батқанға дейін. Сақтық үшін таң намазына 10 минут қалғанға дейін сәресін ішіп, ауыз бекіткен абзал. Ақшам намазының уақыты кіргенде ауыз ашады. Ораза кезінде немен айналысқан жөн? Ораза тек ішіп жеуден тыйылу емес. Мұсылман адам бұл ғибадатты күллі денесімен орындаған абзал. Яғни тілімен өсек айтпау, қолымен біреуге зиян тигізбеу, көзімен бөгде әйелге сұқтанып қарамау, тағы басқа. Сондай-ақ құлшылыққа ден қойып, садақа беру, адамдарға жақсылық жасау және Құран оқу сынды ізгі амалдарды орындағаны абзал. Ауыз ашуға, асығуға бола ма? Құдси хадисте менің ең жақсы көретін құлдарым ауыз ашуға асыққандар делінсе, тағы бір хадисте адамдар ауыз ашуға асыққан сайын жақсылықта болады делінген. Сондықтан ауыз ашуға асығу дінімізде мұстахаб амалға жатады. Имам Шафиғи бір сөзінде күннің батқандығы анық білгеннен кейін ауыз ашуды кешіктіріп, өзінің осы әрекетін абзал көрген адам хадистерге қайшы амал жасағандықтан онысы мәкрух болмақ. Түнде ораза ұстау дұрыс емес. Ал кешіктіруді абзал деп ойламаса, жағдайға байланысты ауызашарды кешіктірсе, ағаттығы жоқ деген. Дегенмен ауызашарды кешіктіріп алса, ол адамның оразасы дұрыс саналады. Сонымен қатар ауызашар уақыты кіргенде, жол жүрсе, бір жұтым сумен не бір түйір құрмамен болса да кешіктірмей ашқаны жөн. Ауызды немен ашқан дұрыс? Хадисте, сендерден кім ауыз ашса, құрмамен ашсын.
Расында құрма береке, егер құрма табылмаса, сумен ашсын, өйткені су таза деп айтылған. Ауызашар берудің сауабы қандай? Ауызашар беру сауабы мол амал. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ораза ұстаушыны тамақтандырған адам, ауызашар берген адам, оның сауабын алады, әрі оған ораза ұстаушының сауабы еш кемтілмей беріледі деп сүйіншілеген.